Саламатсыңдар ма балалар? Математика сабағын бастаймыз. Сабақтың тақырыбы көбейтудің үлестірімділік қасиеті, есептер шығару, бау-бақ құрылысы. Бүгінгі сабақта сен көбейтудің үлестірімділік қасиетін есеп шығаруда қолданатын боласың. Есепте 70 пен 3-тің көбейтіндісі 210-ға тең. 40 пен 3-тің көбейтіндісі 120-ға тең. 90 мен 3-тің көбейтіндісі 270-ге тең. Балалар, көбейтіндіні әрі қарай өз беттерінше орындап көріңдер. Мысал 2. Ұзындығы А, ені Б болатын тіктөртбұрыштың периметрін әртүрлі тәсілмен тап. Кестеге мұқият назар аударамыз. Ұзындығы 4 см, ені 2 см, периметрі белгісіз. Осы тіктөртбұрыштың периметрін әртүрлі тәсілмен есептеп көрейік. Алдымен ұзындығы мен енін қосып, оны 2-ге көбейтеміз. Тіктөртбұрыштың ұзындығы мен ені 6 см-ге тең. 6 см мен 2-нің көбейтіндісі 12 см-ге тең. Келесі кестеге назар аударамыз. Ұзындығы 5 см, ені 2 см, периметрі белгісіз. Бұл тіктөртбұрыштың периметрін басқа жолмен шығарып көреміз. Яғни периметрін табу үшін ұзындығын 2-ге, енін 2-ге көбейтеміз. 5 пен 2-нің көбейтіндісі 10 см-ге, 2 мен 2-нің көбейтіндісі 4 см-ге тең. Жауабы периметрі 14 см-ге тең. Балалар, кестені әрі қарай өз беттерінше орындап көріңдер. Есеп 4. Гүл өсірушіде 80 таушымылдықтың 240 раушангүлдің көшеті болды. Ол әр жәшікке 40 түптен бөліп салды. Оған қанша жәшік қажет болды? Есептің шартын құрастырамыз. Таушымылдық 80, раушангүл 240. Бөліп салды 40 түптен. Болды неше жәшік? Шешуі. 240 пен 80-нің қосындысын 40-қа бөлеміз. 240 пен 80-нің қосындысы 320-ға тең. Енді 320-ны 40-қа бөлеміз. 8. Жауабы 8 жәшік. Мысал 5. Фигуралардың қабырғаларының ұзындығын өлше. Олардың ауданы мен периметрін тап. Фигураның ұзындығы 4 см, ені 2 см. Шартын құрастырамыз. BC қабырғасы 4 см, BA қабырғасы 2 см. Периметрі және ауданы белгісіз. Алдымен периметрін табамыз. Ұзындығы мен енін қосып 2-ге көбейтеміз. 4 пен 2-нің қосындысын 2-ге көбейткенде 12 см. Демек, фигураның периметрі 12 см-ге тең. Ауданын табу үшін ұзындығы мен енін көбейтеміз. 4 пен 2-нің көбейтіндісі 8 см². Жауабы периметрі 12 см, ауданы 8 см²-ға тең. Мүмкін болатын тәсілдердің бірімен есепте. 5-ке 20 мен 80 грамның қосындысын көбейтеміз. Алдымен жақшаның ішін орындаймыз. 20 грамм мен 80 грамның қосындысы 100 грамм. 5-ті 100-ге көбейтеміз. 500 грамм. 2-ге 30 грамм мен 20 грамның қосындысын көбейтеміз. 30 мен 20-ның қосындысы 50. 2 мен 50-дің көбейтіндісі 100. 50 литр мен 10 литрдің қосындысын 8-ге көбейтеміз. 50 мен 10-ның қосындысы 60. 60 пен 8-дің көбейтіндісі 480. Есеп 8. Бағбанның көшет өсіруге арналған қияр, гүл, түймедақ деген жазуы бар 3 жәшігі болды. Ол қиярдың, гүлдің, түймедақтың тұқымдарын сол жәшіктерге отырғызды.
Бірақ олардағы жазулар дұрыс емес болып шықты. Түймедақ деген жазу бар жәшіктен не өсіп шығуы мүмкін? Балалар, сендер экрандағы жазу бар жәшіктерді көріп тұрсыңдар. Бірінші жәшікте қияр, екінші жәшікте гүл, үшінші жәшікте түймедақ деп жазылған. Бірақ бұл жазулар ауысып кеткен, яғни дұрыс емес. Дұрыс жауабы бірінші жәшікте гүл, екінші жәшікте түймедақ, үшінші жәшікте қияр болуы мүмкін. Немесе бірінші жәшікте түймедақ, екінші жәшікте қияр, үшінші жәшікте гүл болуы мүмкін. Балалар, бүгінгі сабақ сендерге түсінікті деп ойлаймын. Сау болыңдар.